Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 81-ші сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығу: кестедегі суреттер мен сөздер арқылы мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көрді. Ойыңды дәлелде дейді. Енді қараңыздар балалар, суретке назар аударамыз. Бүгін күн ұясына қызарып батып бара жатыр екен. Суретте көрсетілгендей, және ертең деп жазып қойған, ол жерде күн ашық тұрды. Демек, бұл жерде ауа райын болжау туралы мәтін болмақшы. Яғни күн ұясына қызарып батса, ертең күн ашық болады деген мәтін болса керек. Енді екінші жаттығу, мәтінді оқимыз. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады, деді Әли. Оны қайдан білдің деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам. Енді балалар, мәтінге ат қой дейді. Біздер мәтінге ауа райын болжау деп қойдық. Келесі, мәтіннен атау септігіндегі сөздер тауып, септеп жаз дейді. Бізде атау септігіндегі сөздер балалар Әли, Сәрсен, күн және атам. Осы сөздерді біз 7 септіктің жалғауларын жалғап, септеп шықтық. Жазып алсаңыздар болады. Келесі, үшінші жаттығу: суретке қара, ақпаратты қолданып, қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла дейді. Міне балалар, біздер суретке назар аударамыз. Жел, қатты дауыл, ауа температурасы -25-29 және одан төмен болғанда дейді. Желдік жылдамдығы 2-4 метр секундына болғанда 0-4 сыныптар аралығында сабақ болмайды дейді. Енді балалар, хабарлап айту барысында мынаны ескеріңдер дейді. Қаратпа сөз қолданамыз, мәнерлі айтуға жаттығамыз және парталасымызға ақпаратты айтып береміз. Міне балалар, біз былай жаздық. Құрметті ата-аналар және сынып жетекшілері, ауа температурасының -25, -29 және одан төмен болуына байланысты 12-14 қаңтар аралығында 0-4 сыныптарда сабақ болмайды дедік. Келесі, төртінші жаттығу: көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікке қойып оқы деді. Міне балалар, Қадыр Мырза Әлидің өлеңі екен. Енді біз септік жалғауларын жалғап оқып шығайық. Бірінші, атау септік: барлығыңа үлгі болар қарақтар, байсалды да ақылды да Марат бар. Ілік септігі: жеке басым ең алдымен Мараттың жас үлкенді сыйлағанын жараттым. Барыс: сенбейсің бе, күнделікті парақта талай бестік қойылыпты Маратқа дейді. Табыс: батыл емес дей алмайсың Маратты, сол үйретті ауылдағы бар атты. Жат септік: алғыссыз күн болған емес Маратта, жетеді онда ынта жігер талапта дейді. Шығыс септік: қай өнерде табылады Мараттан, ән салғанда жұрт аузына қаратқан. Көмектес септік: міне сондай жақсы бала Маратпен дос бола алмай жүргендер де бар әттең дейді. Марат қандай оқушы деген сұраққа жауапты өлең тармақтарынан іздеп көр дейді. Міне балалар, Марат үлгілі, байсалды, ақылды бала. Ол әрқашан үлкенді сыйлай біледі, әрі сабағын үздік оқиды. Марат өте батыл, жігерлі, талапты. Оның ән айтатында қабілеті бар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.